Сәлем достар. Сіздерге бүгін бір ғана кнопканы басу арқылы 30 секундта жасалатын обложканы көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен Google сайтына музыкаларым шығып кетті ғой сіздерге. Ал ренжімеңіздер. Бірінші ең алдымен Google сайтына Kuku онлайн деп жазамыз. Қазақша клавиштермен бәрімен жаза берсеңіз болады, ағылшынша міндетті емес. Kuku онлайн деп жазсаңыз, міне шығады осылай. Осындай сары балапанчиктің суреті тұру керек мына жерде. Осыған кіреміз. Осындай. Кез келген обложканы бір ғана кнопканы басу арқылы 30 секундта өзі жасап береді. Вайтте кіреміз. Google неңіз керек, Google аккаунтыңыз керек, сол Google аккаунт арқылы кіре бересіздер. Мен өзімнің ашып қойған Google аккаунтым бар, сонымен кіре беремін. Google аккаунт ашу қиын емес, тек номеріңіз болса болды, сол арқылы аша бересіздер. Міне, ашқан кезде осындай бос бет шығады. Осындай бос бет шығады, сол кезде мына сол жақтағы плюсик тұр ғой, плюс. Ой, соны басамыз. Көп сообщение кетті ғой. Плюсикті басамыз. Проект. Жоқ, міне. Бірінші мынау астында тұр ғой, мынау адамның суретін, текст деп ше мынау. Осы адамды бассаңыздар, мынау загрузить фото. Осы жерден өздеріңіздің мынау компьютерлеріңізде бар суретті алсаңыздар болады. Мысалға, кез келген өздеріңіздің суреттеріңізді қойсаңыздар болады. Болмаса ChatGPT арқылы жасалған фото, өзіңізге қандай сурет керек, обложкаға не қоясыз? Сол кез келген суретті өзіңіз таңдап аласыз осы жерден. Мен мына суретті қоямын бүгін. Текст жазамыз енді. Текстке мен бүгін апрельге дейін үлгер деп жазамын. Себебі мен арест туралы видео салмақшымын YouTube каналға. Сол үшін маған обложка керек. 30 апрельге дейін үлгер деп. Ой, мынау жазмай қалған ес. Мейлі осылай тұра берсін. Сәл үлкендеу қылайын. Міне. 30 апрельге дейін үлгер деймін. Қасына тағы мысалға тағы текст қоссам болады. Арест деп мысалға да. Арест. Осы мысалға сіздің осы бір суретіңізбен өзіңізге керек сурет сөзді ғана енгізіп, мынау карандаш тұр ғой, осы карандаштың суретін бассаңыздар, өзіңізге керек обложка бірден шығатын болады. Егер өзіңізге тағы басқадай нәрселер керек болса, мысалға ол фон қандай болу керек, стиль қандай болу керек, астынан таңдайсыз мысалға мына жерге. Осы жерден таңдап жасасаңыз да болады. Болмаса мына жерде тұр ғой, описание вашей обложки деген ше. Осы жерге қандай керек сізге? Мына қыз қалай жасап тұру керек, фон мынандай болу керек деген сияқты өзіңізге керек сөз, осындай сөз жаз. Болмаса қыз таң қалып тұрсын, қолына сумка ұстап тұрсын, қолына ақша ұстап тұрсын деген сияқты нәрселерді жазып бассаңыздар, сол бойынша да жасап береді. Маған қазір ондай керек емес, өзінің жасағаны бойынша көрейік. Бірінші мына кнопканы басамыз, қазір көрсетеміз. Шамалы осылай ойланады. Содан кейін сіздерге бірден дайын обложка жасап беретін болады.
менің каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер, пікір жазыңыздар. Секретте отырған, депрессияда отырған ананы бір сәлде болсын қуантыңыздар, достар. Сіздермен осылай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ойланғанша айта тұрайын. Байсеміз лайфтағы тәте айтпақшы. Ұнаса да, ұнамаса да лайк басыңыздар деген болып тұр ғой. Секреттегі депрессиядан шыға алмай отқан мені сәл қуантыңыздар. Кез келген обложканы осылай жасап ала берсеңіздер болады. Бұл сайт тегін басында, кейін білмеймін, кейін бір уақытта ақша сұрайды екен, әйтеуір менен әлі сұраған жоқ. Осымен жасап жатырмын барлық обложкаларды. Біраз ойланады осылай. YouTube форматта, міне 16-да 9 және 9-да 16 деп шортс форматта, екі форматта да таңдап болсаңыздар болады. Керегі мысалы без текста, кез келген, міне қараңыздар. 30 апрельге дейін ілгері арест. Мен жасаған суретпен, мен қойған сөздермен, осындай қандай күшті. Бірден сіздерге обложка жасап береді. Мына жерге мысалға осыны сақтап аламыз. Мынау сол жақтағы кішкентай обложкаңызға барсаңыз, копировать картинку деген тұр. Соған бассаңыз, сіздің неңіз сақталады. Копировано деп сақталды. Болды, осымен бітті. Сіздерге ұнаса лайк басып, қолдап, жазылып кетіңіздер. Мынау кішкентай шығып жатқан не деп кейбіреулер сұрайды екенше, бұл не ғой, видеозапис ғой. Оған мән бермей қойсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.